Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақ тақырыбы қауіпсіздік ережесі, жеңіл атлетика, жүгіру және оның түрлері. Жалпы жеңіл атлетика сабағының қауіпсіздік ережесі, дене шынықтыру және спортпен шұғылданған кезде табан резинка аяқ киім киюіміз керек. Қысқа қашықтықтарға тек өз жолымызбен жүгіруіміз қажет. Жүгіріп келе жатып кілт тоқтауға болмайды. Мысалға, ойлы қырлы жерлерде кездескен кедергілерден тас, құлаған ағаш, тағы да басқа бұта аспай-саспай өтуді есте сақтаған жөн. Жүгіру, секіру, лақтыру алаңдарын көлденең кесіп өтуге рұқсат етілмейді. Жаңағы біздің жаттығу жасайтын жерде жатқан құрал-саймандар, тырма, күрек, тағы да басқа құралдарды үшкір жағын жоғары қарап тастауға болмайды. Спорт құралдарын, граната, тығыздалған доп, тағы да басқа лақтырғанда лақтыру бағытында адамның болмауын қарап бақылап алу қажет. Ұзындыққа, биіктікке секірер алаңында шұңқырдағы құмды майдалап, қопсытып алу керекпіз. Лақтырушының оң жағында тұруға, құралдарды рұқсатсыз алуға болмайды. Лақтырған допты қағып алуға болмайды және лақтырар кезде жерге түсіп қалудан сақтану керек. Жауын-шашында күндері лақтыратын құрал-жабдықтарды мұқият сүртіп құрғатқаннан кейін пайдалану қажет. Сол сияқты жеңіл атлетикамен шұғылдану үшін мына ережелерді білуіміз керек. Қысқа қашықтықтарға көп бала болып жүгіргенде әркім өз жолымен жүруі тиіс. Әйтпесе олар жүгіріп келе жатқанда бір-бірімен соқтығысып қалуы мүмкін. Алыс қашықтыққа баяу жүгіргенде өзгелермен сөйлесуге болмайды. Себебі сөйлесіп жүріп уақытыңнан ұтыласың. Секіру жаттығуларын орындамас бұрын секіріп түсетін жерге гимнастикалық төсеніштің дұрыс төселуін, далада болса шұңқырдағы ағаш үгіндісінің дұрыс қопсытылғанын тексеріп алу керек. Секірудің кез келген түрін, ұзындыққа секіру, биіктікке секіру, орындауды өзіңнен бұрын секіргіш бала төселген немесе шұңқырдан толық шыққан соң ғана бастау керек. Мысалға, бірінші секірген бала түскен орыннан тұрып кеткеннен кейін сіз ғана секіруіңіз керек. Спорт құралдарын немесе допты мұғалімнің көрсеткен жағына қарай лақтыру керек. Бұрын лақтырылған құралдарды жинап алу кезінде еш нәрсе лақтыруға болмайды. Сол сияқты жеңіл атлетика бізде 4 бөлімнен тұрады. Ол бізде жалпы спорттық жүру, жүгіру, секіру, лақтыру жаттығуларынан тұрады. Сонымен қоса жүгірудің түрлері ұзақ қашықтық, орта қашықтық және қысқа қашықтық болып бөлінеді. Жүгіру қысқа қашықтық, орташа және ұзақ қашықтық болып 3-ке бөлінеді. Олардың мысалы қысқа қашықтыққа 30, 60, 100, 110 метрлік кедергілер арқылы жүгіру, орташа қашықтыққа 800, 1000, 1500, 2000 метр жүгіру болып жатады. Ұзақ қашықтыққа 3000, 5000, 10000, 20000 және 42 шақырым 192 метрлік марафондық қашықтық және 50 шақырымдық кросс дала жарысы жатады. Сонымен қоса жеңіл атлетика пайдалы жақтары: организмге физиологиялық әсер етеді, оқушылардың зейіні, күш-қуаты, икемділігі қалыптасады, ептілікке, жылдамдыққа, шапшаңдыққа тәрбиелейді, жолдастыққа, достыққа тәрбиелейді. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары: тегіс жерде жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл атлетикалық көп сайыс және. Сонымен қоса жеңіл атлетика түрлері өткізілуіне байланысты 2 бөлімге: өткізілу алаңына байланысты және ұйымдастыруына байланысты. Өткізу алаңына байланысты ашық алаңда, жабық алаңда, манежде өткізіледі. Ұйымдастыруына байланысты жеке жарыстар, командалық жарыстар, эстафеталық жарыстар болып бөлінеді. Жеңіл атлетика жүгіру түрлері: жеңіл атлетикалық көп сайыс, спорттық снарядтарды лақтыру, биіктікке секіру, ұзындыққа секіру болып келеді. Осымен бүгінгі сабағымызда өткен жеңіл атлетика сабағының қауіпсіздік ережелері және жалпы дене шынықтырудағы қауіпсіздік ережелері, сонымен қоса біздің жеңіл атлетика сабағының жүгіру бөлімі және түрлері болып есептелді. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Зең қойып қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.